My Instagram page is not as popular as Kairat's. Hello everyone, long time no see. Мен де жұрттан қалмайын деп, осындай қысқаша видео түсіндірмелерді түсіруді жөн деп шештім. Олай болса, алғашқы видеома өз бағаларыңызды беріп жүресіңіздер. Олай болса, кеттік. Ағылшынша салыстырудың бірнеше түрлері бар. Ал біздер бүгін as және as құрылымын қолданып салыстыруды үйренетін боламыз. Бұл құрылым кез келген бір екі заттың бір-бірімен қаншалықты ұқсастығы. Ол қатты бір ұқсай ма, дәл сол секілді, әлде онша қатты ұқсаңқырамайды ма? Дәл осы мағынаны жеткізу үшін қолданылады. Есте сақтайтын жайт, бұл құрылым міндетті түрде сын есіммен бірге жүреді. Мысалы, Жазира is as tall as Айсұлу. Бұл жағдайда қанша жерден салыстырмалы сөйлем болғанымен сын есімнің мағынасы өзгермейді. Яғни tall деген сөз не болмаса taller, beautiful деген сөз more beautiful деп өзгерілмейді. Сол қалпында қалады. Ал болымсыз түрін жасау өте оңай. Алғашқы s сөзінің алдына not сөзін қоясыз, болды. Мысалы, my Instagram followers are not as active as others. Ал енді басқа да мысалдарға көз жүгіртейік. I'm not as busy as you. Will today be as hot as yesterday? Тағы бір лайфхак, тек болымсыз түрінде ғана алғашқы s сөзін so сөзімен өзгертуге болады. Мысалы, the bus is not so crowded as the train. Ал енді сөзден іске көшейік. Комментарийға бүгінгі видеодағы тақырыпқа байланысты өз мысалыңызды қалдырыңыз.